Ассалаумағалейкум, құрметті достар және серіктестер. Кезекті сіздерге уәде бергенде шпонды таныстыратын боламын. Шпоннан қалай алданып қалмаймыз. ТВ-зонаға берген кезде монтажниктер қалай жасайды, қандай қателіктер жібереді, сол қателіктерді монтажниктерден қалай қабылдап алу керек. Сол жөнінде сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Сіздер үшін осы видео. Осы видеоны қарамастан бұрын бірінші лайк басып, коммент жазып, және маған тіркелуді ұмытпасаңыздар, маған өте үлкен көмек болар еді. Енді сіздерге таныстыратын болсам, бұл шпон бір жақта шпон деп айтса, бір жақта бамбуковый панель деп айтады. Биіктігі 2,90 болады, ені 1,15 болады. Қалыңдығы 5 мм. Одан басқа болмайды, стандарт. Бұл Қытайдан келетін тауар болғасын стандарт болып келеді. Біріншіден. Екіншіден, бұны қалай қолданамыз? Профильдерге таныстырып өтетін болсам, бұл соединитель. Екеуін жалғайтын соединитель деп айтылады. Бұл сыртқы бұрыш. Өздеріңіз көріп тұрғандай сыртқы бұрышы. Бұл заглушкасы, ең соңғысы. Соңында жасап. Бұл соединитель золот түрінен. Ішкі бұрышы. Өздеріңіз көріп тұрғандай ішкі бұрышы. Және соединительдің мына подсветка түрінен ішіне подсветка тоғын салып жақып қоятын боласыздар. Енді бұл қандай материалдан жасалған дейтін сұрақ болатын болса, таза алюминнен жасалған. Таза алюмин. Бүйтіп қолмен істесеңіз де майысып қалады. Таза алюминнен жасалған. Оны тек қана құттай арамен кесе бересіздер. Кесу жағы дым уайымды емес. Болгаркамен, үлкен арамен кесіп жүрмеңіздер. Енді іске көшетін болсақ, соединительді былай қолданамыз. Жалпақ жағына клей жағамыз, жалпақ жағына. Яққа жақпаймыз. Өте қатты қателік, маған келіп жатқандардың қателіктері осыда. Клейді осы яққа жағамыз, жабыстырамыз, және екі шпон осылай түседі. Көріп тұрсыздар ғой, осылай түседі. Олай түсу үшін монтажниктер жасап жатқан ТВ-зонщиктер түп-түзу етіп кесу керек, түп-түзу. Түп-түзу кеспеген жағдайда осылай болып қалады. Осылай болып тұрады ауа. Жағында көрші. Осындай болып ауа болып қалады. Сондықтан осындай болып ауа қалып қоятын болса, уже дұрыстап тексеріп аласыздар. Бұл қателік. Енді монтажниктер бұл қателікті жібермеу үшін не істейді? Оны алады да былай жабыстырып қояды. Бүйтіп жабыстырып кетеді. Болды. Мына үйдің ішінде қабылдап алатындар, әдемі екен дейді де қабылдап ала салады. Бұл қателік. Олай қабылдамаңыздар. Мынандай қателік жібермеңіздер. Осылай соединитель осылай болып тұрады. Өздерің көріп тұрғандай осылай болып тұрады. Есте болсын. Және подсветникте солай. Подсветник профильде дәл осылай екі жағына осылай болып түседі. Сондықтан четко кесу керек. Түп-түзу кессе әдемі болып түседі. Подсветниктің ортасындағы пластмассы ғой, таза. Ортасына лента подсветка саласыздар, лента бар ғой, диод. 400 теңгеден ба тұрады. Содан салып жібересіздер, осыны істейсіздер. Ендігі мәселе заглушка. Заглушканы қайда қолданамыз? Қалай қолданамыз? Заглушканы кішкентай жағына емес, жалпақ жағына клей жағамыз. Жалпақ жағына клей жағамыз. Және осылай болып түседі. Жасалып жатқан шпонның соңғы жағы әдемі болып біту үшін осылай болып салынады. Осылай болып түседі. Көрдіңіздер ғой? Ал кейбір жерде былай салып кеткенде, білмеген себепті осылай салып кетеді. Ол қателік, маңдай қателік жібермейміз. Есте болсын. Осылай болып түседі. Сіздерге тағы бір айтып кетейін. Ешкім ренжімес. Бұлай болып жабыстырмайтын себебі, мына жерден қателік болып кесілетін болса, бұлай жапқан кезде бұлай ауа болып қалып қояды ол жерде. Сондықтан, сондай ауа болып қалып қойған кезде монтажниктер не істейді? Сіздердің көздеріңізді бағады, қарайды, сосын не істейді? Бұлай жабыстырып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан мұқият тексеріп алдыңыздар. Енді келесі ішкі бұрыш. Өздеріңіз көріп тұрғандай ішкі бұрыш. Ішкі бұрышты қалай қолданамыз? Ішкі бұрышты осылай қолданамыз. Клейді артына жағамыз. Бір жағына кірді, көріп тұрсыздар ғой. Осылай кіргіземіз.
және екінші жағы осылай болып тұрады. Четко міне. Жағалап қара. Міне, әдемі болып шығады. Бұл ішкі бұрышы. Қазір сізге сыртқы бұрышын көрсетейін. Бұл ішкі бұрыш болса, сыртқы бұрыш міне. Бұл сыртынан. Клейді мында жағамыз, мында. Қателеспейміз, бұл сыртқы бұрыш. Сыртқы бұрыш енді өздеріңіз көріп тұрғандай. Міне. Бұл алыстан алады. Міне. Кірмейді. Көріп тұрсыздар ғой. Бүйтіп аласыздар да екінші жағын бүйтіп қоясыз. Осындай болып түседі. Бірақ қара төбесін. Төбесін көріп тұрсыздар ғой, кіріп тұрған жоқ. Бұлай қалдырып кетпейсіздер. Бұл қателік. Ол үшін мына кіру үшін кішкене жонасыздар. Жону дейтін паска дейді ғой, міне. Көріп тұрғандай дұрыстап тұр. Міне. Бетіп шетінен аласыздар. Міне. Осылай шетін аласыздар жаймен деп. Көппес жаймен деп осылай аласыздар. Сол кезде мынау профиль міне. Көрдіңіздер ғой? Четко жатты. Четко. Сөйтіп аласыздар да. Мыняқты да тоже осылай жасайсыздар, мен кажется, көрсетейін сіздерге. Міне. Қалай? Міне. Четко жатты. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан былай қырына ашылып, фаска сияқты ғой. Осылай кесіп аласыздар да, сонымен осылай сыртқы бұрышты шығарасыздар. Бұл жерде менің айтпағым, сіздер үйде өзін жасасаңыздар да болады, немесе ТВ-зонщик монтажниктерге берген кезде, қабылдап алған кезде қателік жібермеңіздер деген мақсатта түсіріп жатырмын. Мен біреуді жамандап, немесе біреудің ісіне араласып жатқан жоқпын. Сіздерге Аллах береке берсін, және сіздердің көмек маған тек қана лайк басып, маған тіркелсеңіздер, мен әлі де талай видео шығаратын боламын. Және енді алдағы уақытта гибке мраморды қалай қолданамыз, қай жерде қолданамыз, және қандай қателіктер жібермейміз. Сол жөнінде сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Сау болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.